Қазір барша әлемді толғандырып отырған ең өзекті мәселе коронавирус дертінің таралуы болып отыр. Осыған орай әлемнің көптеген мемлекеттері төтенше жағдай жариялап, ірі қалалар, елді мекендерде карантин енгізіп жатыр. Бұл дерт біздің елімізде де теріс айналып өткен жоқ, сырт айналып өткен жоқ. Біздің елімізде де төтенше жағдай жарияланып, қазір бір айдай болды. Мінекей Астана, Алматы сияқты ірі қалаларда карантин енгізілді. Осыған байланысты көптеген кәсіпорындар, мекемелер өздерінің жұмыстарын тоқтатты. Осыған орай көп адамдар ақысыз, ақылы демалыстарға шығып үйінде отыруға мәжбүр болып отыр. Бұл жағдай аурудың таралу, ауруды жұқтырып аламын, денсаулығыма қатер төндіремін деген қауіппен бірге тағы бір күрделі мәселені туғызып отыр. Ол отбасын асырау жағдайы. Жұмыстан айырылып қалған, ақы төлемейтін, ақысыз демалысқа шыққан адамдар отбасын қалай асыраймын деген мәселеге бетпе-бет келіп, қазір қиын жағдайда қалып отырған жағдайы бар. Әлеуметтік желілерде, ютубта аш отырмыз, көмектесіңіздер, жәрдемдесіңіздер деген мазмұндағы видео мәлімдемелер әредік көрініп қалып жатыр. Қазір енді төтенше жағдайдың енгізілгеніне бір айда болған жоқ. Қазірдің өзінде осындай жағдай болса, егер төтенше жағдай тағы да бір ай, 2 айға созылып кететін болса, карантин, оның салдары бұдан да ауыр болатындығы сөз. Бұндай жағдай, бұндай проблема деп айтуға болады. Мынау басқа мемлекеттерде, алдыңғы қатарлы дамыған елдерде жоқ деп айтуға болады. Неге деп сұрайтын болсақ, осы арада әрине бұл ақш сияқты, батыс елдері сияқты дамыған елдер, бақуатты елдер өздерінің азаматтарына осындай қиын жағдайда қомақты жәрдем беріп жатыр. Бұл да бір мәселені шешудің бір жолы деп айтуға болады. Сонымен бірге тағы бір бұл елдерде бұндай мәселенің туындамауына тағы бір себебі бұл елдердің адамдарының инвестициялық сауаттылығы, қаржылық сауаттылығы. Бұл елдегі адамдардың көпшілігінің инвестициямен айналысып, ертеңгі болашағы үшін ақша салып, қор жинаумен түсіндіруге болады бұл мәселені. Мәселен, Америка Құрама Штаттарында балалар кішкентай кезінен бастап, мектепте барған кезінен бастап қаржылық сауаттылық ала бастайды. Және олар тек қаржылық сауаттылық алып қоймайды, құнды қағаз нарығына қатысып, құнды қағаз сатып алып, инвестициялап ақшаларын сол арқылы ақша табуды үйрене бастады. Әрбір оқу орнының, жоғары оқу орындарының жанында инвестициялық клубтар бар еді. Осы мемлекетте 11 мыңнан астам инвестициялық қор жұмыс істейді. Және осы 11 мың қордың 2 триллион 600 миллиард доллар көлеміндегі ақша айналымы бар еді. Яғни айтқанда, бұл елдегі азаматтар, халық инвестиция деген не екенін біледі, жақсы біледі, және бәрі де осы инвестициямен айналысып, ертеңгі күндері үшін ақша жинап, қор жинап қояды екен. Егер қазақстандықтарда мынадай қор болса, егер қазіргідей қиын шақта, карантинде отырған қиын шақта, ешқандай қиналмастан осы қордан ақшасын алып, пайдаланып, үйінде тыныш қана отырар еді. Өкінішке орай, қазақстандықтарда қазір мұндай қор жоқ. Инвестиция деген не екенін қазақстандықтардың көпшілігі біле қоймайды. Тек қана бірлі-жарым бай бақуатты адамдар болмаса, қарапайым халықтың көбі бәрі дерлік инвестиция деген не екенін білмейді. Ертеңгі күн үшін ақша жинамайды. Бүгінгі күннің өлшемімен өмір сүреді. Міне соның салдарынан қазір мінекей ол адамдар қиын жағдайда қалып отыр. Қазір біздің мемлекетіміз әрине Америка Құрама Штаттары сияқты, Германия, Франция сияқты бақуатты ел емес. Сондықтан да халық қадерінше 3 миллиондай адамға, тұрмыстары төмен көпбалалы отбасыларға 42.500 теңге көлемінде жәрдемақы беруге шешім шығарды.
бірақ осы 42.500 теңгенің өзін алу қиын болып отыр. Осы 42.500 теңгені аламыз деп көп адамдар банктерге барып бастарын қатерге байлап, қазіргі карантин жағдайында, төтенше жағдайда адамдардың шоғырлануына болмайды, ауру жұқтырып алу қаупі өте көп. Соған қарамастан адамдар жаңағы банктерге барып айқай шығарып 42.500 теңгені талап етіп жатыр. Бұның бәрі әрине жетіскеннен емес, ақша жоқтықтан, қиналғандықтан жасалып жатқан шаруа екендігі белгілі. Егер бізде Қазақстанда халық Америкадағы сияқты инвестиция деген не екенін біліп, қаржылық сауаттылығы болса, халықтың көпшілігі ертеңгі күн үшін ақша жинап, сақтауды үйренсе, көбейтуді үйренсе, меңгерсе, соны дәл қазіргідей жағдай болмас еді деп ойлаймын. Мен бүгінгі видео сабағымда сол инвестиция туралы әңгіме етпек. Тағы да инвестиция туралы әңгіме етпек. Өйткені инвестиция туралы біз қанша айтсақ та бұл аздық етпейді деп ойлаймын. Өйткені бізде қазақ тілді аудиторияда инвестиция туралы ақпарат өте аз, жетімсіз. Инвестициялауға кез келген адам алады. Инвестицияға қатыса алады кез келген адам. Ол үшін әр адам өзінің кірісін, шығысын есептеп, ақша ағынын бақылап, басқарып отыруды үйрену керек. Ай сайын мысалы тапқан табысының белгілі бір бөлігін, кем дегенде бір 10%-ін, одан да көбін сақтап, жинап отырса, инвестиция осыдан басталады. Бұл инвестицияға жасалған ең алғашқы қадам. Ақша жинау. Мен айтқанда, сіз 100 мың теңге алатын болсаңыз, ай сайын 10 мың теңгені жинап отыру. Соны сіз берік әдетке айналдыратын болсаңыз, жасап отырған шаруаңыз. Инвестицияға жасаған қадамыңыз болып саналады. Ақшаны сақтау, жинап сақтау бір басқа. Бір жылдың ішінде, мысалы, сіз 120 мың теңге ақша жинайсыз, 2 жылда 240 мың, бірақ ол жинаған ақшаңызды инфляция жеп қойып жатады. Сондықтан да ақшаны жинағаннан кейін, сақтап жинағаннан кейін оны көбейту мәселесі. Инвестор дегеніміздің өзі осы екі шаруамен айналысатын адам. Ақшаны жинап, сақтайды, және сақтаған ақшасын көбейтеді. Яғни ақшадан ақша жасайды. Осыны меңгерген адамды инвестор деп атайды. Америка халқының 70-80% инвестициямен айналысады. Батыс Европа халықтарының 50-60% инвестициямен айналысады. Қазақстанда инвестициямен айналысатын адамдар өте аз. Біз өзіміздің ақшамызды сол қарапайым халық тапқан ақшаларының бәрін сол той-томалаққа жұмсайды, басқа киім алады, басқа нәрселер алады, әйтеуір сол шашып жұмсап қояды да, ешқандай сақтамайды, және ақшасы сақталмағандықтан ол ақшаны көбейтпейді. Осылайша адамдар бүгінгі күннің өлшемімен өмір сүреді. Бұның қаншалықты қауіпті екендігін қазіргі жағдай анық көрсетіп отыр. Бір ай ғана уақыт карантин жарияланып еді. Бір айдың ішінде адамдардың жағдайлары көрініп қалды. Кеше жұмыс істеп, ақшаны тауып, шашып жүрген адамдар бүгін тамақты қалай аламыз деп, қалай қарынды тойғызамыз деп, аштан қалай өліп қалмаймыз деп, сол мәселе толғандырып жатыр адамдар. Қиын жағдайда қалып отыр. Бұның бәрі әрине сол қаржылық сауатсыздықтан деп ойлаймын. Әрине мемлекет көмектесу керек, мемлекет те көмектеседі. Бірақ ұлы Абайдың мынадай сөзі бар ғой: Алладан берекет, адамнан әрекет дейді. Қазақ айтады, адамнан тілегеннің екі көзі шығады, Алладан тілегеннің екі бүйірі шығады. Адамнан тілеп мемлекет көмектеседі, үкімет көмектеседі деп алақан жаю, бұл ешқандай да нәтижеге әкелмейді. Мен өз басым ешқандай да президентке де сенбеймін, үкіметке де сенбеймін, мемлекетке де сенбеймін, әкімге де сенбеймін. Ешкімге сенбеймін. Және ешқашанда мен алақан жайып бірдеңе сұрап барған емеспін. Қажет жоқ. Мен Құдайға ғана сенемін, және өзіме сенемін.
абайдың осы сөзін басшылыққа алсақ, сонда біз ойлаймын, мынадай қиын жағдайда қалмасақ деп ойлаймын. Мен өз басымның бірнеше депозиттерім бар, мысалы ақшам бар, жігіт. Мен 42.500 теңге үшін жанталасып барып, банкке барып жүгірмеймін, қажет жоқ, маған берсе де алмаймын. Мен өзім қазіргі жинаған ақшаммен ешқандай жұмыс болмай, 1 жыл карантин жариялайтын болса, 1 жыл жатып, үйде жатып, ешқандай қысылмай күн көруіме жетеді менің ақшам. Сондықтан әр адам инвестициямен айналысу керек деп ойлаймын. Қаржылық сауаттылық керек. Әрине біздің елімізде жалақы Америка Құрама Штаттарындағыдай, батыс елдеріндегідей жоғары емес. Сонда да қазіргі жағдайдың менде мысалы ақшаны жинап, сақтап және көбейтуге, инвестициямен айналысуға болады. Әрбір адамның мүмкіндігі бар. Мен өз басым айналысып жүрмін, тәжірибе жүзінде, сондықтан білем бұл. Мен жай ғана ауызша айтып, осылай жасау керек деп теория жүзінде айтып отқан жоқпын. Мен нақты айналсам, нақты нәтижесі бар, нақты ақша тауып жатырмын. Сондықтан да мен осы мәселені сіздерге айтып отырмын. Кез келген адам айналыса алады. Өйткені сіздер егерде өз ар-намыстарыңды аяға етіп, 42.000 теңге үшін алақан жайып, көрінгенге жүгіріп, көрінген табалдырықты тоздырып жүргенше, инвестициямен айналысып, кішкене ақшаларыңызды үнемді пайдаланып, жинап, сақтап, депозиттерге салып, құнды қағаздар алып, жылжымайтын мүлікке салып, кішкене ақша қор жинап алатын болсаңыздар, сіздер ешқандай саспайсыздар. Ондай қорды алып, пайдаланып жата беретін боласыздар. Сіздерге карантинде, төтенше жағдайда ешқандай қатер төндірмейді. Ешқандай қорықпайсыздар. Жұмыстан қысқарып қаламын, ертең жұмыссыз қаламын, кредитті қалай төлеймін, анауын төлеймін деп бастарыңызды ауыртпайсыздар. Сондықтан да қаржылық тәуелсіздік, қаржылық бостандық дегеніміз осы. Бұған жету үшін инвестициямен айналысу керек. Жалғыз амалы осы инвестиция. Сондықтан да мен сіздерді айтар едім сіздерге. Инвестициямен айналысу керек. Әрбір ақыл есі дұрыс адам, қол аяғы бүтін адам инвестициямен айналыссаңыздар қор болмайсыздар. Әйтпесе өмір бойы осылай бастарыңызға қиындық түссе, қит етсе мемлекеттік органдарға барып, әкімдердің алдына барып, алақан жайып, сұрап, жалынып, не болмаса банктерге барып, менің ақшамды кешір, кредитімді кешір деп жалпылдап жүруден басқа өмір бойы өмірлерін сонымен өтеді. Мен өзім кредитім жоқ, Құдайға шүкір, керегі жоқ. Мен бір заттарды сатып алсам, тек қана рассрочка дейді ғой, сонымен аламын. Процентсіз аламын. Ақшасын бірден төлемеймін, бөліп төлеймін, бөліп төлеп аламын. Кредит алмаймын. Кредитті мен тек қана ипотека аламын, 2 рет үй алған. Соған ғана алдым. Соның өзінде 2 есе артық төлеп, көп ұтылған жағдайым бар. Соған байланысты мен қазір бұдан бас тарттым білдім, ипотека алудан. Қазір мен үй алайын деп жатырмын, бұл тұрғын үй кооперативі арқылы ешқандай процентсіз. Сондықтан да сіздерге айтар едім, инвестициямен айналысу арқылы ғана сіздер өздеріңізді қаржылық, материалдық жағынан қауіпсіздікке жеткізе аласыздар. Жалғыз амалы осы, басқа жол жоқ. Мемлекеттен сұрап, үкіметтен сұрап, жалақыны көбейтеді, сыйақы береді деп, онымен ешқандай да материалдық жағдайларыңызды шеше алмайсыздар. Ешқандай да мемлекет, ешқандай да үкімет, ешкім де сіздерге көмектеспейді. Сіздерге Құдай көмектеседі, Алла көмектеседі, және өздеріңіз көмектесесіздер. Абайдың айтқандай Алладан берекет, адамнан әрекет. Осы шартты орындап, осыны естеріңізде сақтап, инвестициямен айналысатын болсаңыздар, ешқашанда алақан жайып, қайыршылық жағдайға түспейтін боласыздар. Осы видеодан сіздер бір жақсы бір пайдалы ақпарат алған болсаңыздар, лайк басып, немесе пікір қалдырыңыздар. Инвестиция туралы толымды ақпаратты осы видеоның астындағы сайтқа, сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуларыңызға болады.